Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бауырды емдеу туралы болмақ. Сіз бауырды емдейтін супер дәріні білесіз бе? Бауырдың жұмысы нашарласа, бүкіл ағза тозады. Себебі біздің өміріміз үшін үлкен маңызға ие. Ол ағзаға түскен А, Б, С, Д, К, П дәрумендері мен фолий қышқылын реттеуге қабілетті. Сізді қандай да бір дерт мазаласа, алдымен бауырыңызды тексертіңіз. Оның жұмысын қалпына келтірмей аурудан айығамын деп ойлаудың қажеті жоқ. Сондықтан үй жағдайында бауырды келесі әдістермен емдеуге болады. Сұлы. Бауырды емдейтін супер дәрі. Оған қоса тазалайды, жұмысын жеңілдетіп, қабынуды басады. Сұлы бауырға аса қажетті биологиялық құрамға өте бай. Нақтырақ айтқанда глютамин, жасұнық, май, темір, алкалоид, эфир майы мен магний тапшылығын реттейді. Сұлыны біз ұсынған әдіспен дайындап ішсеңіз, бауырды да емдейді. Одан бөлек қан тамырды тазалап, холестеринді азайтады, қандағы қантты реттейді, қан айналымын жақсартады, әрі қан қысымын қалпына келтіреді. Сонымен бірінші әдіс, 250 грамм тазартылмаған сұлыны ыдысқа салыңыз. Үстіне 4 литр салқын су құйып отқа қоясыз. Орташа отта тура 1 сағат қайнау қажет. Осыдан соң ыдысты оттан алып қоясыз. Бөлме температурасында салқындаған кезде сүзіп шыны ыдысқа құйыңыз. Ем ретінде 250 мл-ден күніне 3-4 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын балмен бірге қабылдайсыз. Емдік сусынды ішетін кезде жылытасыз. Екінші әдіс. 3 стақан сұлыға 3 ас қасық қайын бүршігі мен 2 ас қасық ит бүлдірген жапырағын араластырып, ыдысқа салыңыз. Оған 3 литр салқын су құйып, бетін жауып қоясыз. 24 сағаттан соң ыдысты отқа қойып, 15 минут қайнатасыз. Осы уақыттан соң қайнатпаға 2 ас қасық жүгері мен 3 ас қасық таран қосып, тағы да 15 минут қайнатасыз. Белгіленген уақыттан кейін ыдысты оттан алып, 45 минут тұндырып қоясыз. Тұнба дайын болғанша итмұрынды дайындап аламыз. Ол үшін 250 грамм итмұрынды 1 стақан суға салып қайнатыңыз. Дайын болған соң сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Оның үстіне сұлы тұнбасын сүзіп құясыз. 2 түрлі шипалы сусынды жақсылап араластырып, 150 мл-ден ішесіз. Емді күніне 2-4 рет тамақтың алдында қабылдау керек. Емделу мерзімі 10 күн. Үшінші әдіс. Ұйқыға жатар алдында 2 стақан сұлыға қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Таңертең сүзіп алып, 150 мл-ден ішесіз. Емді күніне аш қарынға 2-4 рет қайталау қажет. Емделу ұзақтығы 2 ай. Осы уақыт өткен соң 2 апта үзіліс жасап, емді тағы да қайталайсыз. Ескерте кетер жайт, татымы ұнамаса суға аз мөлшерде майсыз сүт немесе таза бал қосуға болады. Төртінші әдіс. 100 грамм сұлыны 1 литр суға салып, төмен температурада қызып тұрған пешке қоясыз. Тура 4 сағаттан соң артық сусын сырғытып төгесіз. Дайын қоспаны 250 мл-ден қабылдайсыз. Артығын шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қою қажет. Емделу мерзімі 2 ай. Емнен соң 1 ай үзіліс жасап, тағы да қайталау қажет. Бесінші әдіс. Ыдысқа 250 грамм сұлы мен сонша мөлшерде қайнаған су құйып, отқа қоясыз. Баяу отта 30-40 минут қайнау қажет. Осы уақыттан соң қайнатпаға тағы да 200 мл су құйып, оттан аласыз. Қақпағын жауып, жылы орап қойыңыз. Шамамен 3-4 сағаттан соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, 50 грамм бал мен жарты лимонның шырынын қосыңыз. Енді ем ретінде 250 мл-ден тамақтан алдын ішіңіз. Емді күніне 3 рет 1 ай бойы жүргізіңіз. Өздеріңіз білетіндей, сұлы бауырдың жұмысын жеңілдетіп, улы заттардан тазалайтын қасиетке ие. Ем кезінде мейлінше диета ұстап, құрамы В, С, Е дәрумендеріне бай тағамды тұтыныңыз. Сіздермен болған оңай каналы. Өз ойларыңызбен видео астында бөліссеңіздер болады. Келесі кездескенше достар.